Жақсыбаев, дайынсың ба? Мен қазір саған сұрақтар қоям. Иә ағай, дайынмын. Қойыңыз. Так, кеттік. Алғашқы сұрақ. Теңіздің ортасында не бар? Теңіздің ортасында су бар. Қайдағы су, айналайын-ау, қайдағы су? Теңіздің ортасында. Теңіздің ортасында? Білмедім ағай. Біліп қой, теңіздің ортасында «ың» дейтін әріп бар. Өй, ағай, сөйтпейсі. Жақсы, келесі сұрақ. Так, келесі сұрақ саған. Алфавиттің ең соңғы әріпі қандай? Алфавиттің ең соңғы әріпі. Я ғой? Я сияқты, я. Я әріпі. Ой, қарағым-ау. Алфавиттің біліп қой, ең соңғы әріпі Т әріпі. Өй. Так, енді соңғы сұрақ. Сен әнші болам дейсің, енді әншілер туралы сұрақ. Әншілер туралы? Қойыңыз маған. Қайрат Нұртастың ең алғашқы концертінде киген киімі қандай? Өй, ағай, басқа сұрақ табылмады ма? Қайрат Нұртастың өзі де білмейтін шығар. Сен қалай оқушы болайын деп отырсың? Сұрақтарға дұрыс жауап беріп отқан жоқсың. Ағай, енді өзіңіз ғой, қиын сұрақтар қойып жатқан. Жарайды. Сен осы жолы өттің экзаменнен. Енді бірақ келесі жолы дайындалып кел, түсіндің ба? Иә, болды, дайындап келем. Келіңіздер, құрметті достар, келіңіздер. Сиырдың жүні бар, сиырдың жүнін алайық. Сиырдың жүні, достар, келіңіз. Ей, қайдағы сиырдың жүні? Мынау тұрған таза қойдың жүні емес пе? Қойдікі ғой мынау? Енді дұрыс емес пе? Менің қойымның аты сиыр. Мен қойымның атын сиыр деп қойып қойғам. Балалар, жарайсыңдар. Кешегі бақылау жұмысын бәрінде дұрыс орындапсыңдар. Балалар, бірақ бір түсінбегенім, неге сендерде бәрінде бірдей жауап? Апай, енді өзіңіз беспе бізге бірдей сұрақ берген. Бірдей жауап қылдық. Неге маған шоколадтың азын беріп, өзіңе көбін алып аласың? Шоколадты енді мен өзімнің ақшама сатып алдым ғой. Досым, мен сенің орнында болатын болсам, өзіме азын алып, саған көбін беретін едім. Мені онда дұрыс емес пе? Сенде аз, менде көп. Честно.